Бәріңізге ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бәріңіз білетіндей, Украинадан кейін Ресейдің жемтігі Қазақстан болуы әбден мүмкін. Біз сол соғысқа дайынбыз ба? Біздің елдегі адамдар нағыз патриоттар ма, әлде елден қашатын қоян жүректер ме? Неге біз ақпараттық соғыста жеңіліс таба береміз? Бүгінгі видеода осы жағдайларды талдайтын боламыз. Сіздерден ешқандай уақыт кетпес, арнаға жазылып лайк қойып кетіңіздер. Бұл біздің еңбекті бағалау. Егер соғыс басталса, егер Ресей Қазақстанға соғыс ашса, қазақ жерінде тұратын орыстар мен қазақ ватниктері кімді қолдайды? Қазір Путиннің Қазақстанға тиісуге мұршасы келмейді. Украинадағы соғыстан оның қолы босамай жатыр. Бұдан бөлек Ресейге салынған санкциялардан басы қатып жатыр. Сондықтан Кремльмен қақтығысқа жете қоймаспыз деген үміт бар. Құдай қолдап, солай болса дұрыс болушы еді. Дегенмен Қазақстан мен Ресей арасындағы шиеленіс болуы мүмкіндігін де жоққа шығаруға болмайды. Егер ондай ахуал орын алса, онда 2014 жылғы Украинадан Крымды тартып алған жағдай қайталануы мүмкін. Айталық, солтүстіктегі 2-3 облысты мекендейтін қазақстандық орыстар Кремльдің көмегіне жүгініп, өздерін қазақ ұлтшылдығынан қорғауды сұрайды. Міне, сол кезде Крымды болғандай, бұл облыстарда да жасыл адамдар. Эвфемизм 2014 жылдың басында Украинаның егемендігін бұзып, Крымдағы стратегиялық нысандарды басып алған, ажырату белгілері жоқ әскери киім киген орыс сарбаздары пайда болады және олар аймаққа басып кірудің тұрақты плацдармын айналады. Ал бұл өз кезегінде елімізде қорқыныш және болашаққа сенімсіздік атмосферасын тудырады. Қазақстан тарапынан жасалған кез келген қадам жағдайды одан сайын ушықтырып, күш қолдануға себеп болады. Мұндай жағдай соғысқа жетелейді, ал қазіргі жағдайда оны ұтуға шама жете қоймас. Бұдан да қиын жағдайды жоққа шығаруға болмайды. Мәселен, Алматы мен Нұрсұлтан әуежайларының маңында десант түсіріледі де, олар бір түнде орыс солдаттарын жеткізетін ұшақтарды қабылдауды қамтамасыз етеді. Сөйтіп, таңға қарай екі астанамызды да басып алады. Сонымен іс бітіп, ешқандай соғыстың қажеті де болмай қалады. Осылай тұяқ серпуге де шамамыз жетпей қалады. Таңертең ұйқыдан оянғанымызда қаланы орыс десантшылары басып алғанын көретін боламыз. Қазір біз Қазақстан армиясы деп жүргенімізді әскер деп айтуға ауыз бармайды. Тіпті Ресейдің басып кіруіне дайындалған Украинаның өзі 8 жылда күш басым агрессорға тойтарыс беруге қауқар жинай алмады. Ал бізде бұл жылдарда ешкім соғысқа дайындалған жоқ. Әрине, оқиғалардың басқаша өрбуі де мүмкін, бірақ бізге оны қарастырып жатудың қажеті жоқ. Өйткені біздің әңгімеміз, егер Путиннің орыстары келсе, Қазақстанның орыстары не істейді деген мәселенің аясында өрбиді. Бұл сұраққа жауап беруді қазақстандық орыстардың әртүрлі екеніне және олардың орын алып жатқан оқиғаларға көзқарастары да әртүрлі екеніне бастайық. Қазірдің өзінде олардың қауымдастығы бірнеше тарапқа бөлінген. Олардың біріншісі Путинді және оның Украинаға жасаған агрессиясын риясыз қолдаса, ал екіншілері Путиннің империялық амбициясына үзілді-кесілді қарсы. Ал үшіншілері құтқарушылардың Украинадағы айуандығын көріп, мұндай жағдай бізде де қайталануы мүмкін деп зәре-құты қалмай қорқып отыр. Украинадағы жағдайды басшылық қалған, олардың басым көпшілігі шиеленісті жағдай орын ала қалса, Қазақстаннан кете бастайды. Алғашқы екі топқа келетін болсақ, Путинді қолдайтындардың бір бөлігі сөзіміздің басында айтылған жасыл адамдарға айналады. Соларға көмектеседі, тіпті соларды қолдап соғысқа кіріседі. Олар біз ватник дейтіндер, яғни империялық сана сезіммен пиғылдан арыла алмаған адамдар. Міне, дәл қазір солар машиналарына Z әріпін жабыстырып алып, қала көшелерінде айқастап жүр. Әлеуметтік желілерде олардың көпшілігі өз көзқарастарын ашық білдірмейді, қорқады. Путинді қолдау Украинадағы соғысты қолдау ретінде көрінеді, ал оны қазір Қазақстан халқының басым көпшілігі айыптап отыр. Путиннің әрекеттерін теріс қабылдайтын орыстар бүгінгі Украинадағы орыстар сияқты мүмкіндігінше қазақтармен бірге агрессияға қарсы тұрады. Бүгінде бізде Қазақстан үшін қолына қару алып, соғысқа аттануға дайын қанша орыс тұратыны туралы нақты дерек жоқ. Қазіргі билік тәуелсіз әлеуметтануды жоюға әбден тырысып бақты, бірақ Қазақстанда ондай орыстар бар.
Мен оларды өз маңайымнан да көріп жүрмін. Украинадағыдай соншалықты көп болмаса да, олар аз емес. Ол жақтағы орыстар 8 жылдық соғыс жағдайында өздерінің түпкілікті таңдауын жасап, ұлттық тұрғыдан болмаса да, азаматтық ұстаным тұрғысынан украиндық болып үлгерді. Атап айтарлығы, таңдауды тек орыстар ғана емес, Қазақстанда тұратын басқа да этностарда, ұйғырлар, татарлар, дүнгендер, әзірбайжандар және тағы басқа да жасайды. Бірақ ең қайғылысы, мұндай қарама-қайшылық қазақтардың да арасында бар. Мәселен, кейбір қазақтар аузынан көбігін шашып, Қазақстан Путинді және оның батыспен қақтығысқа жетелейтін саясатын қолдау керек деп көкейді. Сондықтан бүгін біздің қоғам Ресейдің реваншизмін бағалауға екі антагонистік лагерьге бөлінген. Бірі Путиннің Украинадағы соғысын қолдап, ақш бастаған батысты жау көрсе, ал екінші тарап украиндықтарды қолдайды және Ресейге экономикалық санкциялар жариялаған ұжымдық батысқа оң көзқарасын білдіреді. Дәл осындай жағдай Қырымды тартып алғаннан кейін Украинада орын алып, қазіргі күнге дейін жалғасып келеді. Сондықтан Ресей тарапынан қандай да бір күш қолдану әрекеттері орын алатын болса, идеологиялық майдан шебі қазақстандықтарды бір-біріне айдап салуы мүмкін. Ал мұндай жағдайдың арты азаматтық соғыс тудыруы ғажап емес. Құдай оның бетін ары қылсын. Біз неге ақпараттық соғыста жеңіліс тауып отырмыз деген мәселеге келетін болсақ, бізде пісіп жетілген өзіміздің кәсіби телевидениямыз жоқ. Сондықтан халық Ресей арналарын көзін алмайды. Көретіндері орыстың бағдарламалары, ал олар фильмдер мен көңіл көтеретін бағдарламалардан бөлек Ресей агрессиясын насихаттайтын өте күшті үгіт-насихат жүргізеді. Бір қызығы, Германияда тұратын посткеңестік елдерден қоныс аударғандардың 90% Путиннің әрекеттерін қолдайды. Ол феноменнің өз қисыны бар. Олардың барлығы дерлік Ресей телеарналарын көреді. Гаджеттің бастырмасын бассаң, Путин қасында. Тек Германияда ғана емес, орыс әлемінің тең жартысы Ресейдің еңсесін тіктегенін қалайды. Демек, Украинадағы соғысты қолдайды. Адамдардың Путинді Украинадағы соғысты қолдауының екі себебі бар. Олар Кремльдік бақтың керемет күшті үгіт-насихаты және ішкі фактор адамдардың, әсіресе аға ұрпақ өкілдерінің империялық сана-сезімнен арыла алмауы. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны лайк қойып, арнаға тіркелейік. Бұл біздің еңбекті бағалау. Видеоны егер соңына дейін көрсеңіз, сізге өте үлкен алғысымды айтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.